Бисмилля, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде Айбекемен подкаст. Бүгін біз өте қызық темаларды қозғайтын боламыз. Ең бірінші Айбеке, өзіңіз туралы таныстырып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Есімім Абдрашид болады. Мен психофизиология саласының маманымын. Жалпы осы. Біз сізді как ұстаз ретінде, как психолог, психофизиолог дейді біреу коуч дейді. Сол нақты определение берсеңіз психофизиология. Қараңыздар, негізі мынандай, бізде психофизиология саласы деген, ол сала бізде әрдайым басқа салалармен қатар жүреді. Психологияның қасында жүреді, неврологияның қасында жүреді, невропатологияның қасында жүретін бір сала, да? Не ондай доп сала сияқты да, бір қосымша сала сияқты. Енді мен өзімді психофизиолог деп неге атаймын? Өйткені менде сала негізі клиникалық психология деп аталады. Нейропсихология деп аталады. Соның ішінде мен көбірек ұзағырақ уақыт бөлген салам ол психофизиология деп аталады. Соңғы 5 жылдықтың ішінде, соңғы 6 жылдықтың ішінде мен осы психофизиология саласының ішінде 2019-дан бастап уже 7 жыл болыпты, машалла. Психофизиология саласының ең басты мақсаты адамның ойын іске асыруға көмектесу. То есть ой мен істің ортасында бір зақым болатын болса, біздің мақсатымыз сол зақымды алып тастау. Ол зақымның себебі адамның ағзасының дұрыс емес жасауы болуы мүмкін. Ол зақымның себебі кәдімгі қарапайым витамин Д-ның түсіп кетуінің өзі адамның ойын іске асыруға бағанағыдай әсерін тигізеді. Ол зақымның себебі адамның психикалық ойлау жүйесі болуы мүмкін. Ол зақымның себебі адамның ішіндегі тыныштық, жоқтық болуы мүмкін. Ол жақта себеп көп. Біздің мақсат сол себептерді тауып, физикалық дүниесі болатын болса да, тәни, мысалы үшін, ол бағанағыдай рухани дүниесі болса да, ол адамның бағанағы психикалық дүниесі, мантық дүниесі болса да, сол қайсы бір дүниеден болса да зақым болатын болса, сол зақымды мен адамға түсіндіріп беру менің мақсатым. Сенде осындай болып жатыр, мынау әрекетіңді сен мына себептен жасап жатсың деп түсіндіріп беру, ары қарай содан қалай жұмсақ, психикаңды қиратпай қалай шығуды көрсету. Түсіндіре алдым ғой? Психофизиология деген негізі осы. Психика мен физиология дененің екеуінің қосындысының ортасында жұмыс жасап тұрған бір мост саласы. Қазір біздің халықта, наверное, актуальный проблеманың бірі ол ұйқыдан тұрғансын уже шаршап тұру. Сол неден болады? Қараңыз, бұл жерде әртүрлі себептерден қарастыру керек. Себеп көп негізі. Қарапайым ең бірінші себеп не үшін шаршап тұрасың? Өйткені шаршап жатасың. Өйткені кеш жатасың. Ағзаңа жөнді өзінің қалпына келуге дұрыс уақыт бермейсің. Қарапайым содан бастау керек. Адам түнгі 3-те жататын болса, сен шаршап тұрасың. Ол заңдылық, ол физикалық заңдылық. Ол адамның дені сау болса да ол сондай болып тұрады. Ал енді біз ақауларды айтатын болсақ, адамның бойындағы не үшін адам ұйқыдан шаршап тұратын дейтін болса, ол жер себеп көп. Психикалық себептердің ішінде, мысалы үшін адам кешегі күнінде өте көп шешілмеген іс-әрекеттері болуы мүмкін. Өте көп шешілмеген мақсаттар болуы мүмкін. Мен мақсат деп айтпай ақ қояйық, задачалар дейді, мысалы үшін әрекеттер, мысалы үшін ананы істеу керек еді, мынаны істеу керек еді деген ойлардың ішінде қалып кету. Сол азында ұйқыдан тұрған кезде істелмеді ғой деген адамды өзің бір тұңғиыққа түсіреді. Одан кейін адамның бағана қарапайым айтқандағыдай физикалық ресурстың жетіспеуі, бағанағы витамин Д-ның аз болуы. Енді бұл жерде анализ тапсырып біз қараймыз. Бірінші мен негізі әрдайым көңіл аударатын нәрсем ол адамның биохимиясы, адамның бойындағы бағанағы гормондардың, адамның бойындағы азықтың бар болуына қараймын да мен. Витамин Д-ның, калийдің, фосфордың, железаның, ферритиннің адамның бойында бар ма, жоқ па, қандай көлемде, қалқанша безіміз қалай жұмыс жасап тұр, ұйқы безіміз қалай жұмыс жасап тұр, мысалы үшін біздің асқазан, шек жүйелеріміз қалай жұмыс жасап тұр, бауырымыз, соларға бір қарап шығу керек негізі. Көп адам осыған көңіл аудармайды да. Бір неге дейсің болсаң, енді білмеймін, бұл жерде дәрігер болмағандықтан шығар, бірақ біз бірінші бағана қатарда осы сұраққа көңіл аударамыз. Көбінесе 90% случайда негізі адамда энергияның тапшылығы, жоқтығы именно осы сәттен басталады. Адамның денесінде азық жоқ. Түсіндіре алдым ба? Желініп жатқан тамағы нашар, өйткені ұйқысы дұрыс емес деген қарапайым кәдімгі базовый адамның бойындағы азық жоқ. Екінші, бағанағы психикалық жүйеге кіретін болса, адамның не үшін энергиясы жоқ болатын болса, біріншіден адамда мақсат жоқ. Өмірге деген мақсат жоқ. Энергия деген нәрсе ол адамға бір мақсатқа келеді. Байқасаңыздар, андай бір идея келген кезде қатты энергичный болып кетеді ғой адам. Идея келген кезде бір денеңде бір суық бір тоғы жүреді да, мурашка пайда болады да, сенде энергия пайда болады. Түнде идея келетін болса, сен оянып жүгіргің келіп кетеді. Неге? Өйткені энергия ол ресурс. Ресурс келу үшін оған адресат керек. Түсіндіре алдым ғой? Сол ол адресат болып біздің миымызда жасайтын жұмысты атқаратын ол мақсат. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін көп адамда мақсат жоқ.
сол үшін энергия жоқ. Ағзасы, барлық денесі, жүйесі, тәні дұрыс болуы мүмкін, бірақ просто қарапайым мақсат жоқ. Ертең тұрғаннан кейін мен не істеймін деген сұраққа жауап жоқ. Ертеңгі тұрған күнінде ол сол әйтеуір осы күнімді өткізсем екен деген оймен тұрғаннан кейін ми өте аз көлемдегі базовый энергияны бөледі. Сол үшін адам шаршаңқы болып жүреді. Түсіндіре алдым ба? Өйткені мақсатсыздықтан пайда болады энергияның жоқтығы. Мақсаты бар адамның ешқашан энергиясы таусылмайды. Денесі ауру болса да, оның энергиясы таусылмайды, ол тасып тұрады. Мысал үшін қарапайым пример қылып айтатын болсақ, адам соғыста жүрген кезде энергиям таусылып қалды деп айта ма мысал үшін? Не үшін айтпайды? Өйткені ол жерде мақсат бар. Өліп қалмау деген мақсат бар. Түсіндіре алдым ба? Сол сияқты адамда сондай ішін ыдырататын мынандай қатты дерт сияқты бір мақсат керек. Түсіндіре алдым ба? Дерт деген ауру вот сондай бір одержимость сияқты да, бір сондай бір дерттенген мақсат керек. Сол кезде адамда энергия таусылмайды. Ал егер микро себептерге келетін болсақ, ол жерде бағанағы нәрселер көп. Телефон өмірінде көп болуы деген нәрсе. Бұларды мен микроға қосам, бұларды мен ешқашан үлкен бір себептердің қатарына қоспаймын. Неге? Өйткені бұлар өздері үлкен себептердің қатарына кірмейді де. Адам әшейін қарапайым телефоннан энергиясын жоғалтпайды. Бір сұрақ қоюымыз керек, адам не үшін отыр ол телефонның ішінде 10 сағаттап? Өйткені мақсат жоқ деген сияқты. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін телефон деген сияқты ұзақ ұйықтау, ұзақ бір жерде отыру деген нәрселерден адамда энергия таусылмайды. Особенно жастарда. Қазір бізде жастар ғой енді көбінесе осы сұрақпен қойып жатқан ғой, жастарда таусылмайды энергия. Жастардың энергиясы жоқ, неліктен? Өйткені оларда мақсат жоқ. Мақсат пайда болатын болса, міндетті түрде адамда болып бағанағы энергия пайда болады. Егер мақсатты алатын болсақ, вот психофизиологияның саласынан алып қарайтын болсақ, мақсатты қалай қойған дұрыс сұрақ? Қалай мақсатты қою керек? Қалай ол дұрыс қойылу керек? Және де ол қалай саған энергия беру керек? Иә, қараңыздар. Біріншіден, адамда мақсат деген не екенін түсіну керек та. Мақсат деген ол бір нәтижеге алып келетін жол. Түсіндіре алдым ба? Мысалы үшін менде бір нәтиже бар, үй алғым келеді деген бір нәтиже бар, сонда бір қалау бар деп айтайық. Енді соның қадамдарын жазып шығу және оны түсіну. Бүгінгі күні не істеуім керек үй алу үшін, ертеңгі күні не істеуім керек үй алу үшін, үшінші күні не істеуім керек үй алу үшін деген сияқты түсінік мида пайда болатын болса, сол адамның мақсаты бар деген сөз. Бізде мақсатты дұрыс қоймайды ол значит, иә? Бізде мақсатты қалау формасында қояды. Бізде мақсатты әшейін үй алу керек деп қояды. Сен миыңа, мен миым отыр, бүгін біз үй алуымыз керек дейтін болса, ол маған айтады, болды, хорошо, алайық, ақшаң бар ма дейді. Жоқ болса? Жоқ болса, ол енді ұйықта дейді, не дейді басқа. Түсіндіре алдым ба? Өйткені ол мақсат, қойылған мақсат ол орындалу керек. Ол анау бір 100 жылдан кейін болатын нәрсе болмау керек менің миыма. Ол түсінікті дәл қазір қадамын жасай алатын бір әрекет болу керек. Өйткені мақсат деген ол әрекет, ол нәтиже емес. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін адам мақсат қойған кезде ол анау қалауына қарай апаратын жолды қою керек. И вот сенің қалауың қаншалықты кең болса, соншалықты сенде және оған түсінік болатын болса, қалай баратыны, соншалықты энергия көп болады. Ал егер сенің қалауың өзіңнен басқа бөлек тағы әлемге, адамзатқа, туған туыс бауырыңа бағанағыдай бағытталатын болса, ол дегеніміз мен жалғыз өзім байығым келмейді, мен әлемді байытқым келеді, мен әлемге пайдам тигізгім келеді, әлемде осындай бір нәрсе істегім келеді, осындай бір жаңа нәрсе ашқым келеді деген сияқты әлемге бағытталған болатын болса, онда сенде бесконечный поток энергия ашылады. Тоқтамайды, сен шаршамайтын боласың ол нәрседе. Түсіндіре алдым ба? Мысалы үшін сұрақтар қоясыздар ғой. Қалай мысалы үшін президенттер шаршамайды? Мысалы. Ол қарапайым сұрақ. Қалай қарайсың? Жас 80-де аптасына мысалы үшін 10-15 перелет жасайды. Оның ішінде международный перелеттер бар. Біз Турцияға барсақ, 4 күн жатамыз, ар жақта джетлаг болып бачит болып тұра алмайды. А олар күніне 2 сондай перелет жасауы мүмкін. Қиын. Мақұл, ол жерде кәдімгі условияларын айтайық, нелерді айтайық, джетпен ұшады деп айтайық, өздерінің личный самолеті бар, жататын жері бар. Бәрібір давление өзгереді ғой. Сен 10 000 метр, шаршы метр төбеде жүрген кезде және ұяқтан резко астыға түскен кезде давление өзгереді, ол бәрібір шаршатады адамды. А тем более ол 80 жасар адам, 70 жасар адам, ол қалай шыдайды, қалай ары қарай жұмысын жалғастырады дейтін болса, олардың барлығында өйткені үлкен мақсат бар, үлкен жауапкершілік бар. Түсіндіре алдым ба? Шыдамауға болмайды деген әңгіме бар мида. Мен қазір сол перелет үшін шаршап ұйықтап жатсам, мына жақта бүкіл Қазақстан, бүкіл ел тұратын болса, мысалы үшін менің артымда. Түсіндіре алдым ба? Міне осындай болу керек. То есть адамның бағана ойлау жүйесі, мақсаты осындай себептерден құралу керек. Осындай бір үлкен бағыттардан құралу керек. Әлемді құтқарамын, әлемге пайдам тигіземін. Қай салада болсаң да шеңберіңді кеңейту керек. Өзіңнен басқа біреуге де пайдаңды тигізем деген кезде сенде энергия пайда болады. Ал сенде қазір не үшін энергия жоқ? Өйткені сенің шеңберің өте тар. Сенің ойларыңның барлығы өзіңе бағытталған.
өзіме алуым керек, үй алуым керек, өзім жеуім керек, өзім жатуым керек, өзім ішуім керекке бағытталған бүкіл энергияң, бүкіл көңіліңнің барлығы соған бағытталған. Ал енді сенің тамағың бар ма бүгінгі күнде? Бар. Сенің жататын жерің бар ма? Бар. Көлігің бар ма? Әйтеуір барып келіп жатсың, маршруткамен болса да барып келіп жатсың, бір жаққа барып келіп жатсың. Телефоның қолыңда бар ма? Бар. Интернетің бар ма? Бар. Болды, сенің миың тойды, значит. Ары қарай тура соның, бірақ новый версиясы керек емес миға. Это лишняя энергозатрат. Ол бекерден бекер энергия құрту деп аталады. Түсіндіре алдың ба? iPhone 16-ны iPhone 17-ге ауыстыру деген сияқты болып есептеледі ол миға. Түсіндіре алдың ба? То есть қарапайым менің жатқан жерімді басқа жатқан жерге ауыстыру, мысалы үшін менің жатқан съемный квартирам бар, өзімнің үйіме ауыстыру деген нәрсе ол iPhone 16-ды iPhone 17-ге ауыстырған сияқты бессмысленный болып көрінеді. Өйткені оның артында тұрған дерт жоқ. Менің миым маған сұрақ қояды. Бар емес па жатқан жерім деп сұрайды. Түсіндіре алдың ба? Мен иә деген кезде болды онда дейді. Онда не аламыз? Тағы да бір жатқан жер алып дейді. Түсіндіре алдың ба? Сол үшін түсіну керек. Адам өзінің бағанағы мақсатына тоқтамай энергиямен үлкен қадамдар жасау үшін, күнделікті бір әрекет жасау үшін, оның мақсаты өзінен бөлек тағы адамзатқа да бағытталу керек. Енді жауапкершілік деп жатсыз, иә? Жауапкершілік пен ақшаның бір-біріне қаншалықты байланысы жоғары? Егер көп ақша тапқың келсе, көп жауапкершілік алу керек па деген сұрақ. Міндетті түрде, иә. Қараңыздар, бірінші жауапкершілік деген не? Соны түсінейік. Ол біздің жалпы адами біздің басқа жаратылыстардан айырмашылығымыз. Жауапкершілік ала алу. Түсіндіре алдың ба? Адамнан басқа ешқандай жаратылыс өзгеге жауапкершілік алмайды. Адамнан басқа ешқандай жаратылыс сөзге, айтылған сөзге, жасалған қимылға жауапкершілік алмайды. Мысалы үшін, енді арыстандарды алайық, иә? Арыстандар жалаңаш жүрген үшін жауапты емес қой. Олар жасаған әрекеті олар үшін әдепсіз әрекет емес қой. Түсіндіре алдың ба? Адам үшін ол әдепсіз әрекет болып саналады. Неге? Өйткені адамның әр жасаған қадамы оның артында тұрған жауапкершілік бар. Жауапкершілік не үшін бар дейтін болсақ, өйткені адамда таңдау бар, арыстанда таңдау жоқ. Түсіндіре алдың ба? Енді қараңыздар, ақшаға деген жауапкершілікті айтатын болсақ, адам ақша табатын кезде міндетті түрде оның жауапкершілігі өседі. Неге? Өйткені ең бірінші ол ақшаны табудың жолы бар, және ол ақшаны қолданудың жолы бар. Бұл екеуі де таңдау жолы. Түсіндіре алдым ғой? Ақшаны табу жолында адам басқа адамдарға пайда тигізу арқылы ақша табады. Сол жерде жауапкершіліктің кеңдігіне қарай басқа адамдар оған ақша төлейді. Мысалы үшін, сіз бір ресторанға келетін болсаңыз, сізге повар тамақты дайындап беруге ұмытып кетсе, сіз ақша төлейсіз ба? Жоқ. Төлемейсіз. Түсіндіре алдым ғой? Ал егер сізге 5 минуттың ішінде тез ыстық, дәмді қылып сізге тамағыңызды әкеліп беретін болса, сіз төлейсіз ба ақша? Төлеп чаевыймен қалдырып кетесіз. Иә, чаевыймен қалдырып кетесің. Неліктен? Өйткені ол сіздің бағанағыдай заказыңызға жауапты қарады деген сөз. Түсіндіре алдым ғой? Сол үшін қараңыздар, қарапайым. Сіздер жасаған іс-әрекетте жасап жатқан іс-әрекеттеріңізде жауапкершілікті алуларыңыз міндетті, 100% міндетті. Өйткені сіздер жасап жатқан іс-әрекеттің ертең өзіне де салдарына да жауап бересіздер. Түсіндіре алдым ғой? Енді қараңыз, ақшаның сіздің сұрағыңыз қандай болды? Ақшаның көптігіне жауапкершілік маңызды ма деп па? Ақшаның көп болуына или жалпы ақша табу ма? Жақсы алып табуына. Жалпы ақша табуға, иә? Жалпы ақша табуға жауапкершілік адамда міндетті түрде жоғары болу керек. Неге? Өйткені жауапкершілік болмаса, сенде саған ешкім төлемейді ақша. Алаяқ боласың просто. Бұл жауапкершілігі жоқ ақша тапқан адамдар, олар алаяқ деп аталады. Жауапкершілігі жоғары, жауапкершілігі мол, жауапкершіліктің арқасында ақша тапқан адамдар, олар бағанағыдай маман болып саналады. Ал енді бір мынандай нәрсе бар. Келесі кеңестік бар. Біз айттық қой, өзінің жасап жатқан жұмысына жауапкершілік алу дедік, иә? Бұл өзінің жасап жатқан жұмысына жауапкершілік алу. Енді қасындағы адамдарға жауапкершілік алу, қол астында жұмыс істеп жатқан адамдарға, клиенттерге жауапкершілігі, партнерларға, инвесторлерге жауапкершілігі адамды байытады. Солар байытады. Сол именно басқа біреулерге жауапкершілік алу, ол байытады. Өзіне жауапкершілік алу? Ол тапқызады ақшаны. Иә, өзіңе жеткілікті көлемде тапқызады ақшаны. Өзіңнің продуктыңа жауапкершілік алу, ол сенің міндетің. Ондай болмаса сен алаяқ боласың. Ал егер сен айналаңдағы адамдарға жауапкершілік алатын болсаң, онда ол сені байытады. Өйткені байлықтың себебі басқа адамдарға пайдалы болу. Егер біз қаржылай байлықты айтатын болсақ, сенің продуктың жасап жатқан бағанағы әрекетің, услуга болсын, товар болсын, қасыңдағы адамның өмірін жеңілдету керек. Соның себебінен сен байисың.
Ал егер сен 100 адамның өмірін жеңілдететін болсаң, соответственно, сол 100 адамның 1% аласың да, содан есіне егер 1000 адам болатын болса, онда 1000 адамнан миллион адамға пайдаң тигізіп жатсаң, онда соответственно сен миллионер боласың деген сияқты ғой. Түсіндір алдың ба? Соған сол запросқа энергия беріледі. Міндетті түрде. Егер сен отырып, мысалы үшін мен әулетіме жауапкершілік аламын бүгіннен бастап. Менің әулетімде туылған әр баланың оқуы, әр баланың тұрмысы, жүрісі, соған мен көңіл бөлем, солар адам болу керек деген бір өзіңнің мойныңа жауапкершілік алатын болсаң, онда Аллах саған әулетіңе жеткілікті қылып мүмкіндіктерді ашып береді. Әулетіңе ақшасы жететіндей жұмыс табасын. Өз әулетіңді асырауға бағанағыдай қаржысы, ақшасы, бағанағы ризығы жететіндей, несібесі жететіндей жұмыс табасын сен. Түсіндіре алдың ба? И сол сондай мүмкіндіктер ашылады. Енді бағанағыдай қарапайым биологиялық тұрғыда айтатын болсақ, психофизиологиялық тұрғыда айтатын болсақ, бұл нәрсені рас система деген бар адамның миында. Сенің өзіңнің бағыттаған или іштегі сеніміңе қарай, сенің іштегі алған жауапкершілігіңе қарай, сенің іштегі қабылдаған шешіміңе қарай, сенің миың саған сыртта болып жатқан құбылыстарды көрсетеді. Мысалы үшін, сен айтасың, бүкіл әлем жаман дейсің деген шешім қабылдадың. Бүкіл адамның барлығына сенуге болмайды, өйткені олардың бәрі сені лақтырып кетеді деген шешім қабылдадың. Түсіндіре алдың ба? Сол кезде сондай шешімнің себебінен сенің миың саған тек қана сондай адамдарды көрсете бастайды. Тек қана сондай адамдарға сені тартып тұрады. Тек қана сондай адамдармен сен қарым-қатынас құра бастайсың. И түбінде олар сені міндетті түрде лақтырып кетеді, өйткені олардың табиғаты сондай оларды. Түсіндіре алдың ба? Ал егер сен бүкіл әлем керемет, бүкіл әлем мықты, адамдардың барлығы жақсы дейтін болсаң, онда сенің миың жақсы адамдарды байқайды. Ол деген сөз сенің әлеміңде тек қана жақсы адамдар бар деген сөз емес. Ол дегеніміз сенің миың жақсы адамдарды байқайды деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой бізге, қандай жаманшылық болып жатса да жақсылықты байқаңдар дейді ғой. Мұсылман адамның көзі негізі жақсылықты байқауға бағытталу керек. Ал ол үшін адамның ішінде қабылданған шешім қандай болу керек? Әлем жақсы деген шешім қабылдану керек іште. Әлем керемет, әлем берекелі, Аллахтың жаратылысы, мықты жер деген сияқты бір күшті, әлем мықты деген сияқты махаббатқа толы, мейірімге толы. Аллах бұл әлемді мейірім есімімен, бағанағы Ар-Рахман есімімен жаратты деген сияқты көзқараспен қарайтын болса, онда оның миы мүмкіндіктерді байқай бастайды. Ал енді адамдарға қатысты келетін болсақ, онда енді сенің миың жауапкершілікке қатысты келетін болсақ, онда енді сенің миың маған 100 адамды асырау керек деген шешім қабылдайтын болса, онда сенің миың 100 адамды асырауға жететіндей сондай ақша алып келетін жүйеге барып, сол жүйеде жұмыс жасай бастайды. Ал егер сенің өзің іште қабылдаған шешімің маған ғана жететіндей ақша табу керек дейтін болса, онда сенің жасаған жұмысың да, оған берілген ынтаң да, оның ішіндегі салған энергияң да, компетенцияң да, профессионализмің да сол бағанағы өзің істеген, өзіңді асыраудан аспайтын бағанағы көлемде ғана жұмыс жасайды. Сол, мысалы үшін, 100 мың теңге табасың, болды, ары қарай жұмыс жасағысы келмей қалады. Неге? Өйткені болды, саған жеткілікті. Запросың сондай болды сенің өйткені. Түсіндіре алдың ба? То есть, қараңыздар, мына нәрсені түсіну керек. Аллах барлық нәрсені беріп қойған. Барлық нәрсе бар. Бұл жерде сұрақ, сен көре аласың ба, көре алмайсың ба бұл нәрсені? Сен қолдана аласың ба, қолдана алмайсың ба сол мүмкіндікпен деген сұрақ. Түсіндіре алдым ғой? Керемет, өте түсінікті. Енді келесі сұрақ, психофизиология тұғырынан қарайтын болсақ, еріншектік деген ол не? Қараңыз, біз жалпы психофизиология тұрғысынан болған кезде, біз жалпы адамның психикасының жүйесінен қарайық. Еріншектік деген нәрсе, біріншіден ол екі нәрседен тұрады деп айтайық. Біріншіден, еріншектік адамға қорғаныс рефлексі болып келуі мүмкін. Энергияны босқа құртпау керек. Біріншіден ол қорғаныс рефлексі болады. Қашан адамда еріншектік пайда болады? Егер адамның бағанағы бойында ресурс болмаса. Бағанағы басында айтып өткен сияқты адамда просто витаминді төмен, ода ресурс жоқ, азық кіріп жатқан жоқ, аз болғаннан кейін ол энергосбережение режимінде өмір сүреді. И бағанағыдай супер слоу, өте жай, баяу өмірді сүріп жүрген кезде ол нәрсе жалқаулық сияқты көрінуі мүмкін сыртқа да, өзіне де. Ол психиканың бағана қорғанысы болуы мүмкін. Психикалық тұрғыда қатты шаршаған адам, залынған адам, ол да бір еріншектікке кетіп қалуы мүмкін. Неге? Өйткені ми шаршаған деген сөз. Түсіндіре алдым ба? Ми шаршаған кезде адам еріншектікке кетіп қалады. Сыртқы көзбен қарайтын болсаң, ол адам дым істемей жатқан сияқты болуы мүмкін, бірақ оның миында азынан кешке шейін мынандай ойлар кетіп жатыр да. Ондай да проблема болуы мүмкін. Ең үлкен қазіргі күнгі еріншектің негізгі себебі
қазіргі күндегі бар, ол тоқтық. Түсіндіре алдым ба? Ол тоқтық, кәдімгі физикалық тұрғыдағы тоқтық. Біздің қазіргі ағзамыз, қарнымыз, көзіміз, сөзіміз барлығы тоқ. Бізге ары қарай дамуға себеп жоқ. Сол үшін ми айтады, енді неғыламыз дейді, дамып ары қарай. Осы барымызбен базар болып жата берейік та дейді. Түсіндіре алдым ба? Тоқ кезде ешқандай адам дамымайды. Даже мен сізге айтайын, тоқ қасқырдың қасына барсаң сені тістемейді. Өйткені ол біздің биологиямыз. Өйткені ол біздің физиологиямыз, иә. Біз өзіміздің биологиялық тұрғыда біз қашан әрекет ете бастаймыз? Қарны ашқан кезде. Қарапайым кәдімгі физикалық тұрғыда қарны ашқан кезде. Енді сен күніне 5 рет тамақ жейтін болсаң, или бір жеген кезде өлгенше жейтін болсаң, ауаға орын қалдырмай жейтін болсаң, сенде міндетті түрде еріншектік пайда болады. Өйткені сенің ол ана тамақты қорыту үшін сен бүкіл энергияңның барлығы сол тамақты қорытуға кетіп қалады. Ары қарай өмір сүруге энергия керек емес болып қалады. Түсіндіре алдым ба? Психикалық тоқтық деген нәрсе, сен комфорттың ішінде өмір сүріп жатсың деген сөз. Кәдімгі қарапайым комфорттың ішінде өмір сүріп жатсың. То есть сенде по факту бәрі бар. Иә, барлығы сенің қалағаныңдай емес шығар, бірақ барлығы бар ғой. Мәселе сода ғой. И сен өзіңе бағанағыдай жаңа нәрсені керек, бағанағы мұқтаждық формасында жеткізе алмайсың да өзің миыңа. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін сенің миың тоқ болғаннан кейін де сенде еріншектік пайда болады. Сол үшін еріншектіктің себебі көп. Основной себептердің бірі ол жерде не? Тоқтық болады негізі. Тоқтық болады. Адам тоқ кезде ол міндетті түрде еріншектікке кетеді. Егер адам бұрыннан бері жақсы болып келатып, жұмыс жасап келатып, одан кейін бір күнде нефтем еріншектік болып қалатын болса, онда вот сол жерде түсіну керек, ол жерде ағзада бір нәрсе сынды деген сөз. Ал егер адам өз болмысына жатақ болатын болса, енді ол жерде түсіну керек, ол адам тоқ өзі. Бізде қазір мынандай тенденция болып жатыр. Егер адамда бір проблема болып жатса, ол барып психикасын жөндейді. Міндетті түрде бірінші психикасын. Ата-анасын прорабатывать етеді, или болмаса бір психологқа барады, или коучқа барады. Негізі основасында адамның ағзасы жатыр емес пе, телосы, физикасы. Неге бізде қазір сондай тенденция болып жатыр? И неге адамдар қазір өзінің хотя бы элементарный бір 6 ай сайын чекап жасап тұрмайды? Неге ол менталитет жоқ бізде? Иә, неге? Өйткені қарапайым сөзбен түсіндіретін болсақ, адамда біріншіден маркетинг жақсы жұмыс жасады. Психологияның маркетингі жақсы жұмыс жасады соңғы кездерде. Сондықтан да психологияға запрос көбейді. Негізі түсіну керек ол нәрсені. Өйткені психология біздің өмірімізге кіргеніне бір 10 жыл болған шығар, Қазақстанға именно. Соңғы 10 жылдықтың ішінде ғана шығар кірген, оған дейін болған жоқ. Екіншіден, бізде өзі жалпы медицинаға келетін болсақ, медицинаның ең үлкен проблемасы қандай? Сен барсаң да бармасаң да түсінбей қайтасың. Не болып жатқанын. Түсіндіре алдым ба? То есть сен барасың дәрігерге. И 90% случайда бағанағы сен барған кезде сен не болып жатқанын түсінбейсің бәрібір. Түсіндіре алдым ба? Енді бұл дәрігерлердің огородына жаман сөз емес, дәрігерлердің огородына тас емес бұл. Бұл нәрсені былай түсіну керек. Біз өзіміздің ағзамызды аманат ретінде түсінбейміз негізі. Түсіндіре алдым ба? То есть біз дәрігерге қашан барамыз? Біз дәрігерге тек қана өлейін деп отқан кезде барамыз. Асқынған кезде барамыз, кесіп тастау керек кезде барамыз. Сол культура біздің бағанағыдай отырып қалған бойымызға. Сол үшін ешқандай адам ойламайды, менің энергиямның жоқтығы ағзамның дұрыс емес жасап тұрғанынан деп ойламайды. Өйткені қол аяғы сау, оянды, тұрды, жүрді, тамақ алады, туалетке шыға алады. Қарапайым функциялар істеп тұр ғой. Қарапайым функциялар істеп тұрғаннан кейін ол ойламайды ешқашан менде ағзамда ақау бар деп. Ол автоматты түрде психикамда ақау бар деп ойлайды. Неге? Өйткені психология жан-жақты қазір өзін сатып жатыр. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін адам қазір бірінші тарапта психологқа барады. Енді бұл жерде мына нәрсені түсіну керек. Психолог сені егер дәрігерге жіберетін болса, көрініп кел, бірге жұмыс жасайық дейтін болса, онда ол керемет болады да. Саған ол екі жақтан да көмек болады да. Сен шынайы ол өзіңнің қазіргі қалпыңнан шыға аласың. Ал егер барлық нәрсені әкеп түбінде бір салаға психологияға тақай беретін болсаң, онда психология барлық сұрақты шешпейді. Психология өзінің сұрағын ғана шешеді. Дұрыс ойлану бағыты. Вот менде қазір сұрақ болып тұр, осы сұрақты шеше алмай жатырмын, ұзақ уақыттан бері осы сұрақ миыма қадалып қалды. Деген сондай сұрақ болатын болса, психолог саған бағыттап береді, сен көмектесіп береді. Мынау саған дұрыс сұрақ болады, мынау саған дұрыс емес болады деген сияқты қылып бағыттап береді. Түсіндіре алдым ба? Бірақ ол сенің витамин Д-ңді көтеріп бермейді.
түсіндіріп алдым. Ол сен емес қой деп. қалғанша безіңді емдеп бермейді, ол емделмейді ол нәрседен ше. Сол үшін көп адам түсіну керек. Бізде бірінші барлық нәрсе мына не бар. Мен өзімнің жеке сызған пирамидам бар, пирамида потребностей деп аталады адамның. Бізде Маслоудың пирамидасы бар, білеміз, иә. И және мен өзімнің сызған пирамидам бар. Ол жерде біз былай айтамыз: әр адамның бойында, табиғатында базовый бағанағы көңіл аудару керек жүйелер бар дейміз. Иә. Ең бірінші адамда сынатын не? Ең бірінші адамда сынатын дене. Ең бірінші сынатын дене всегда. Сондықтан бірінші денеге көңіл бөлу керек, тәнге көңіл бөлу керек. Бұл жерде мына 4 нәрсеге көңіл бөлу керек. Ішіп жатқан тамағыңа, қаншалықты дұрыс ұйықтап жатсың, қаншалықты өміріңде спорт бар, қимылдап жатсың, қимылдап жатқан жоқсың, иә. Қаншалықты далаға шығып жатқан жоқсың, соған көңіл бөлу керек. И және қаншалықты су ішіп жатқан жоқсың, соған көңіл бөлу керек. Егер мына 4-еуінде проблема болатын болса, тамағың нашар, мысалы үшін сенде тамақ нашар, ішіп жатқан, ұйқың жоқ болатын болса, ішіп жатқан суыңыз орнына тек қана кола ішіп жатсың, өміріңде спорт болмайтын болса, онда саған ең бірінші очередь өміріңде проблема пайда болған кезде кімге бару керек? Дәрігерге бару керек. Өйткені сенде ең базовый тәни дүниең сынған, 100% сынған. Өйткені сен мына 4-еуінде де сындырып жатсың оны күнделікті. Ол қазір саған сезілмеуі мүмкін, бірақ 35-тен кейін жылатады бұл нәрселер. Сол үшін бірінші очередь сен дәрігерге бару керексің, терапевтке бару керексің, диетологқа бару керексің, көру керек ағзада не болып жатқан. Түсіндіре алдым ба? Сол үшін біз психофизиолог маман ретінде біздің бір плюс ол не? Біз мынаны көріп бере аламыз. Түсіндіре алдым ба? Екі жақты да. Екі жақты да көріп бара аламыз. Біз бірінші тәннен бастаймыз, денеден бастаймыз. Не болып жатқан соған қараймыз біз бірінші. Түсіндіре алдым ба? Одан кейін мына 4-еуін барлығын реттеп, мына жерде барлығы жақсы, әдемі, идеальный болып тұр денең, екінші сатыға көтерілеміз. Екінші саты ол психика. Психикада ол мына 2 жүйеден тұрады. Қаншалықты мен өз-өзіммен дұрыс қарым-қатынастамын және қаншалықты мен сыртқы әлеммен дұрыс қарым-қатынастамын деген 2 тараптан тұрады. Психика неден бұзылады? Қарым-қатынастың бұзылуынан бұзылады. Психика тек қана қарым-қатынастың бұзылуынан бұзылады. Ата-ананың баламен, күйеуінің әйелімен, түсіндіре алдым ғой, қай жерде психиканың проблемасы жатыр? Сол жерде психиканың бұзылуында тек қана қарым-қатынас бар. 99%-ында деп айтайық. Сондықтан көңіл бөлу керек сол жерде. Егер сенде ағзаңда барлығы нормально, бірақ өзіңмен қарым-қатынасыңда және сыртқы әлеммен қарым-қатынасыңда проблема болатын болса, онда психологқа бару керек, психотерапевтке бару керек, психиатрға бару керек. Бағанағыдай барлық бірінші 2 сатыда бізге келе беруге болады, психофизиологқа да келе беруге болады. Түсіндіре алдым ба? Егер ол жерде андай аурулар пайда болып кететін болса, егер біз уже ГТР-ға кетіп қалатын болсақ, тревожный расстройствоға кетіп қалатын болсақ, или депрессия пайда болатын болса, мен міндетті түрде өзім жіберемін психотерапевттерге, психиатрларға жіберемін. Ол нәрсені выявлять ететін болсақ, біз сразу міндетті түрде мамандарына жібереміз. Сол үшін екінші сатыда проблема болып жатса, қарым-қатынаста проблема болса, онда психологтарды іздеу керек негізі. Үшінші саты уже адамның руханияты. Руханиятты біз бағанағыдай Алламен қарым-қатынасында проблема бар ма жоқ па дегенге қарастырамыз. Енді бұл жерде адамның ғибадаты бар, жоқ, дұрыс орындап жатқан жоқ, қаншалықты қызығушылығы бар, қаншалықты ол сырт көзге мейіріммен қарап жүр, қарағысы келіп жүр, қаншалықты әлемге пайдалы болғысы келіп жүр деген сияқты сұрақтар. Бұл жерде бағанағы миссияның сұрағы ашылады. Мен ертең дүниеден өткеннен кейін кім боламын деген сияқты. Егер бұндай сұрақтар адамды мазаламайтын, тек қана бірінші 2 сатыдағы сұрақтар ғана мазалайтын болса, үшінші төбедегі сұрақтар мазаламайтын болса адамда, онда адамның бағанағы шеңбері тар болады. Әлемге деген көрсететін пайдасы тар болады, оның шеңбері тар болады. Неге? Өйткені ол әлем туралы ойлап тұрған жоқ. Ол айналасында 4-5 адамның аясында ғана ойлап отыр. Сол үшін егер адам мынаяқтағы нәрсені ойлап жатыр, енді уже әлемге пайдам тигізгім келіп жатыр деген сияқты, big idea деген нәрсені, миссия деген нәрсені қарастыратын болса, онда міндетті түрде бағанағы руханиятын жөндеу керек деген сияқты. Түсіндіре алдым ғой? Осы сатымен көтерілу керек. Енді осы сатыда міндетті түрде біз бірінші неден бастаймыз? Денеден бастаймыз. Одан кейін психикаға барамыз, одан кейін біз руханиятқа барамыз. Бұл бағанағыдай не үшін мен бұл сатыны былай қойдым? Ол төбеден жоғары қарай түсуге болмайды деген сөз емес. Жоғарыдан төменге түсуге болмайды деген сөз емес. Ол дегеніміз қайсысы тезірек шешіледі деген сұрақтан. Түсіндіре алдым ба? Мысалы, дененің сұрағы, денені Аллах өте бір шүкіршіл қылып жаратып берген саған, сәл бір көңіл бөлсең, уже ол сразу өзінің қалпына келеді, уже рахаттанып тұрады да, мысалы үшін. Бір ұйықтап тұрсаң, болды уже кайфовать етесің да, мысалы үшін. Сол үшін қаншалықты тез шешуге болады бұл сұрақ дегеннен алып жатырмын мен бұны, приоритеттен емес. Түсіндіре алдым ғой? Дененің сұрағын просто тезірек шешуге болады. Сол үшін денеге бірінші көңіл аудару керек. Психиканың сұрағы сәл қиынырақ шешіледі, неге? Өйткені ұйықта уақыт керек.
Өйткені ол бір күннің ішінде пайда болған жоқ, сол үшін оны шешуге де бір күн кетпейді деген сияқты. А дінен сұрақтарды шешуге кейде бір күн кетуі мүмкін. Түсіндіре алдым ба? А руханияттың сұрағы ол сенің өміріңнің соңына дейін қасыңда жүретін нәрсе. Сол үшін руханияттан төменге қарай денеге түсуге болады, тәнге. Аманат екенін түсініп келуге болады. И төбеден жоғары қарай көтерілуге де болады. Мен әрдайым адамдарға төменнен жоғары қарай көтерілуді бағанағыдай ұсынамын. Неге? Өйткені мына төмендегі сұрақтарды шешу тез. И адам бағанағыдай жасаған қадамында нәтиже көріп тұрса, ол ары қарай келесі қадамын жасауға ынталанады ғой. Сол үшін де ода бір мотивация пайда болады да. И біз сол тараптан астынан төмен жоғары қарай көтеруге тырысамыз. Сіз осы психофизиология саласында жүргеніңізге уже 7 жылдай болып қалыпты. Шамамен қанша адаммен жұмыс жасадыңыз? И сол жұмыс жасаған адамдардың ең ключевой проблемасы дейді ғой. Сол қандай болды сізде? 2000 адамнан астам адаммен жұмыс жасадық. Енді астам ба, жетпес па, плюс-минус 2000. Енді менде қазір менің заметкімдегі бар адамдардың саны 2000-ға жақындап қалған. Именно психофизиология саласын. Менде әркімнің запросы әртүрлі болады, бірақ барлық нәрсені бүйтіп қысып бір себепке алып келетін болсақ, ол себептің түбінде жатқан нәрсе бағанағы адамдардың өз-өзін танымауы. Қарапайым адам өз-өзін танымайды. Сол үшін ол мынау әрекетімді не үшін жасадым деген сұраққа жауап таба алмайды. На автомате. На автомате жасайды, болмаса неадекватный формада жасайды, бағанағы дұрыс емес формада жасайды. Бұрыс нәрсе жасап жатыр, өзінің өміріне зиян тигізетін нәрсе жасап жатыр. Біліп тұр жаман нәрсе екен, бірақ жалғастырып жатыр сол нәрсені жасауды. Өзі түсінбейді, неге жасап жатыр? Өзі түсінбейді не үшін жасап жатқан, бірақ жасап жатыр сол нәрсе. А өзіне пайда тигізетін нәрселерді жасамай жатыр. Не үшін жасап жатқанын түсінбейді. И ол маған келеді сол сұрақпен. Не үшін жасап жатырмын мен мынаны жалпы? Мына нәрсені жасағым келеді, бірақ мен мынаны жасап жатырмын деп келеді. Сол біздің мақсат соған түсіндіріп беру, айқындатып беру. Түсіндіре алдың ба? Ашып беру. Мына нәрсені жасап жатқан себебің мынау деп бағанағы сатылармен көрсетіп бересің, ашып бересің, сенің өйткені миың мынандай деген сияқты. Енді мына нәрсені жасау үшін біз миды былай үйретуіміз керек деп, біз ұяқта тоже саты құрып береміз адамға. Вот біздің мақсат сол. Өз-өзін танымайтын, өз-өзін түсінбейтін адамға бағанағыдай өз-өзін тануға жол ашып беру. Және егер сол жолда гид керек болатын болса, соның қасында жүру. Керемет. Вот бізде енді біраз адам көреді, сол адамдардың сұрақтары болуы мүмкін. Вот сізді жайлап танып жатыр, сізбен қалай жұмыс жасау болады, сізде қандай продукттар бар? Менімен жұмыс жасау деген кезде менде негізі продуктылардың формалары бар. Бірінші бағанағыдай разбор формасы бар. Разбор дегеніміз ол не? Ол бағанағы жеке талдау. Бұл бағанағы өз-өзіңмен танысуға есікті ашу деп айтсақ болады. Адамдар келеді, мен тест Бравермана деген тест бар бізде. Ол тест біздің мидың қазіргі халін көрсетеді, мидың не үшін ондай шешім қабылдағанын көрсетеді, және ол шешімді қалай қабылдап жатқанын көрсетеді. Соның нәтижесінің артында біз бағанағыдай адамды тани аламыз. Адамның ішкі жүйесін тани аламыз. Оны айтқан сөзінен бөлек, адамның айтпайтыны көп қой. Сол айтпайтын нәрсесін біз бағанағы тест арқылы біле аламыз. Білгеннен кейін біз сол нәрсені талдап береміз да өзіне бағанағыдай жеткіземіз. Өйткені мынандай қылып бағанағыдай айқындатып береміз. Разбордан адам бағанағыдай түсінікпен шығады. Не үшін мына нәрсені жасап жатқанын, және мына нәрсені жасамау үшін не істеу керек деген сияқты түсінікпен шығады. Ары қарай уже адамның таңдауына тапсырамыз. Бұл разбордың бағанағы несі, асылы дейді, түбінде неге алып келеді. Енді разбордан бөлек менде антибедность бар. Курс формасында антибедность дегеніміз ол бағанағы жылына бір 3-4 рет шығатын бір продукт. Ол жерде біз адамдарға бағанағыдай енді қанша жерден байланып кеткен зафорсины сөз болса да кедей саңадан шығуға көмектесеміз да. То есть кедейліктен емес, мәселе осы нәрсені түсіну керек. Кедей бағанағыдай ақшаның болмауы нормальды нәрсе. Бірақ кедей ойлану деген нәрсе бар. Барлық нәрсені жоққа шығару, бүкіл әлем жаман, ренжи беру, бүкіл нәрсеге, бүкіл өзіңнен басқа біреуде себеп көру, басқа біреуде бағана өзің проблемаңды басқа біреуде себеп көру деген нәрсенің барлығы кедей саңаға алып келеді адамды. Ызашылдық, сараңдық, реніштік, бағана қанағатсыздық, тойымсыздық деген нәрсенің барлығы адамды кеңей сана деп аталады. Осының барлығы біздің мақсат осы антибедностьта осы санадан қалай шығамыз деген түсінік. Өйткені көп адам енді бағанағыдай кедей сана деген кезде көбінесе ақшаға байлайды. Ақшаға дым қатысы жоқ ол нәрсенің. Именно осы кедей сананың ақшаға дым қатысы жоқ. Біздің мақсат содан шығу, адам сәл кеңейту санасын. Кругозор деген сияқты, енді өз-өзімен таныстықта кругозор бар. Және ақшаның сұрақтарын да осы жерде ашамыз. Дополнительно бұл жерде ақшаның да заңдылықтары көтеріледі, ол жерде ашылады. Одан кейін антибедность бұл бағанағы жылына 3-4 рет болатын курс.
онлайн формада. Оффлайнда менде не бар? Оффлайнда менде тағы да 3 продукт бар. Ол дегеніміз біріншісі ол мастер-класстар, оны барлықтарыңыз көріп жүрген мастер-класстар, бүкіл қалаларға барып қайттық уже, енді бүкіл демей ақ қой, бірақ Қазақстанның бағана 4-5 қаласына барып қайттық уже мастер-класстармен. Ол жерде біз әртүрлі тақырыптарды қозғаймыз. 3 сағаттың ішінде бір тақырыпты аламыз да соны ашамыз түбегейлі, бағанағыда мидың несінен, мидың призмасынан деп айтайықшы. Мидың призмасынан сол тақырыпты ашамыз. Бұл бағанағы семинар, мастер-класс. Одан кейін менде жеке адаммен жұмыстану бар. Ол 1,5 айлық және 5 айлық жеке жұмыс жасаймыз адаммен. Не бойынша жұмыс жасаймыз? Біз бағана басында айтып өттік қой. Разбордан кейін адамның қасына гид керек болатын болса, мынау әрекетті қалай жасаймын, мынаны не істеймін деген гид керек болатын болса, біз сол 1,5-5 ай сол адамның қасында гид боламыз. То есть сол адамға бірге жасаймыз ана жұмыстардың барлығын. Неге? Өйткені көбінесе адам білу аз, жасау да бөлек, ол бір оған да бір бөлек энергия керек деген сияқты ғой. То есть әшейін біліп отыра беру пайдасы жоқ нәрсе. Енді соны адамның бағана практика ойлардың барлығын практикаға көшіруге көмектесеміз. Бұл бағана 1 айлық және 1,5 айлық және 5 айлық программамыз біз. Не үшін 1,5 ай, не үшін 5 ай? Өйткені 1,5 айдың ішінде адам жаңа әдеттің ұшынан ұстай алады. 5 айдың ішінде адам жаңа әдетті өміріне енгізе алады. 1 жылдың ішінде адам ол әдет, ол адамның табиғаты болады уже. Түсіндірді ме? Сол үшін 5 ай деген нәрсе, ол әдет сенің бойыңа сіңу үшін керек. Сол үшін біз кетпейміз 5 ай қасынан миын ашып жүреміз адам. И одан кейінгі продукт ол бағанағы компаниялармен стратегиялық сессия жүргіземіз. Кәсіпкерлермен, компаниялармен стратегиялық сессия жүргіземіз. Стратегиялық сессияның біз именно бағанағыдай миссия, мақсат, корпоративная культура, сол тақырыптарында жүргіземіз. Қалай мақсат қоямыз, қандай құндылықтар қоямыз, компаниямыздың құндылықтары қандай, оларды қалай ұстанамыз, не істеуіміз керек оны ұстану үшін, команда бірге бір мақсаттың жолында жұмыстану үшін не істеуіміз керек деген сияқты сұрақтарға жауап береміз. 2 күн, 1 күндік және 2 күндік бағанағыдай стратегический сессия жүргіземіз. Және де сізде кітап жазылып жатыр, Және кітап жазылып жатыр, машалла. Иншалла осы подкаст шыққаннан кейін уже көп ұзамай кітабымыз да шығады. Ақшаның заңдылықтары деген кітап шығады. Үлкен, оның аты басқа, атын айтпаймын пока. Құдай қаласа, аты секрет, шыққаннан кейін көресіздер. Бірақ оның ішінде тақырыптары бағанағы ақшаның заңдылықтары. Ол өте қанша соңғы 8-7 жылдан бері жинап келе жатқан бағанағы формулалар ғой. Жан-жақтан жиналған формулалар. Сол формулалар қазір кітапқа енді. Керемет. Тогда сізбен связьға шығу үшін описанияға тогда менеджердің номерін қойып қоямыз. Сояққа жазса сізбен ары қарай байланысқа шыға алады, беймәлім. Жақсы. Тогда рахмет келгеніңізге. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум баршаңызға.